Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай тауық еттерінен чикен дайындайтын боламыз. KFC-дегіден ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді болып шығады. Рецепті қарамас бұрын мен Instagram және YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Мен сіздермен әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Бізге керегі тауық еті, паприка, сұйық май, тұз, бұрыш және 1 стакан су. Суымызға паприканы, тұзды және 2 түрлі бұрышты, сұйық маймызды салып жақсылап араластырамыз. Егер сіз ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрышты көбірек салсаңыз болады. Менде ащылығы орташа. Соусымызды дайындап болғаннан кейін осындай керек емес артық тырнақтарын алып тастаймыз. Ол бізге керек болмайды. Осылай екіге бөліп етімізді жақсылап дайындап алғаннан кейін соусымызды құямыз. Егер де сізге менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Осылай бетін жауып, жақсылап холодильникке 2 немесе одан да көп сағатқа сақтап қоямыз. Менде 8 сағатқа салып қойдым. Немесе 1 күнге салсаңыз да болады. Осылай таза ыдысымызға салып болғаннан кейін ұнға тұз және паприканы араластырып, қатты ащы болғанын қаласаңыз, бұрыш салып жіберсеңіз болады, дәміне қарай. Барлығын араластырып болғаннан кейін құстарымызды салып, ұнға бұлғап аламыз. Жақсылап ұнды бойына сіңіргеннен кейін арнайы ыдысқа салып, осылай суға 3-4 секундтай ұстаймыз. Себебі біздің ұндарымыз тауық еттеріне жақсылап сіңуі қажет. Осылай дайын болғаннан кейін қайтадан ұнға бір бұлғап аламыз. Бұл рецепті мен чикен дайындайтын жерде жасаған 7 жылдық тәжірибесі бар досымнан сұрап алған болатынмын. Сондықтан қорықпай дайындай берсеңіздер болады. Себебі менің өзім де алғаш жасағаннан өте керемет, дәл KFC-дегідей болып шықты. Сол себептен осы рецептпен жасауды сіздерге қорықпай ұсына аламын. Барлығын осылай ұнға салып, қызып тұрған майымызға 5-6 данадан салып пісіретін боламыз. Менде майды аз кетіру үшін осындай кішірек ыдысқа салдым. Егерде сіздің чикендеріңіз көп болса, үлкендеу ыдыс пайдалансаңыз болады. Біздің майымызды осыдан кейін ешқандай жерге пайдалануға жарамайды. Сол себепті кішірек ыдыс алғандарыңызға кеңес берер едім. Осылай 7-8 минуттай пісіріп аламыз қызарғанша. Біздің өте дәмді, қытырлақ чикендеріміз дайын болды. Егер де менің рецептім сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызды білдіре кетіңіз. Рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.